саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі біздің лекция тақырыбы табиғи пигменттер, бояғыштар. Бұл лекцияда біз сіздермен биологиялық пигменттер топтары каротиноидтар, хинондар, яғни флавоноидтар класы, порфирин, меланин туралы сөз қозғаймыз. Олардың биологиялық рөлі, пайдалануы, табиғи бояғыштар және олардың табиғатта кездесуі туралы айтылады. Жалпы табиғи бояғыштардың арасында каротиноидтар, антоциандар, флавоноидтар, хлорофиллдерді айтуға болады. Олардың әдетте уыттылығы жоқ, бірақ кейбіреулеріне тәуліктік мөлшер белгіленеді. Табиғи бояғыштарды алу көздері ретінде мәдени және жабайы өсімдіктер бөліктері, оларды шарап, шырын және консерва өндіруден кейінгі қалдықтары болып табылады. Сонымен қатар кейбіреулерін химиялық немесе микробиологиялық синтез нәтижесінде алады. Табиғи бояғыштар ауадағы оттегіге, қышқылдар мен тұздарға, температураға сезімтал және микробиологиялық бұзылуға тез ұшырайды. Синтетикалық бояғыштар табиғи бояғыштармен салыстырғанда біраз технологиялық артықшылықтарға ие. Олар ашық, қанық, жеңіл жасалатын түстер береді және материал технологиялық ағын жолында душар болатын әртүрлі әсерлерге сезімталдығы төмен. Синтетикалық азық-түлік бояғыштары бірнеше органикалық класс өкілдері, азы бояғыштар және қосылыстардың көрсетілген суда ерігіштігі жақсы, көбісі металл иондарымен ерімейтін комплексті қосылыстар құрайды. Және осы формада көбінесе ұнтақ тектес өнімдерді бояғанда қолданылады. Минералды органикалық емес бояғыштар. Бояғыштар ретінде минералды пигменттер мен металдар қолданылады. Тағам бояғыштарының жеке топтарын қарастырсақ, онда кармин, қызыл табиғи бояғыш, антрахинонның туындысы тағам өндірісінде 100 жылдан астам қолданылып келе жатыр. Оның химиялық формуласы алканин 1,4 нафтохинон. Алканин бояғыш ретінде көне заманнан бері белгілі, оны алканна тинктора атты өсімдік тамырынан алады. Ол күрең қызыл рең береді. Куркума сары табиғи бояғыш зімбір тұқымдас өсімдіктерден алынады. Спиртті ерітінді түрінде қолданылады, себебі ол суда нашар ериді. Жүзімнің қызыл сұрыптарының және бадам жидектерінің сығындысынан ал қызыл сұйықтық ретінде алынады. Оның құрамына қосындылар антоциан мен кахетиндер болады. Өнімдерді эноботаяқпен бояған кезде түсі сутектік ортаға байланысты. Қышқылдатылған, бейтарап немесе аз сілтілі ортада эноботаяқтың қызыл реңі көк түске бояйды. Сондықтан көбінесе оны кондитер өндірісінде және оны қажетті pH ортаны қалыптастыру мақсатында органикалық қышқылдармен бірге қолданады. Мысалы, қант колера, карамель деп атайды. Қантты карамелизациялау кезінде күңгірт түске боялатын өнім. Тағам өнімдерінің сырт келбетін жақсартушы заттектердің арасында маңызды орынға азық-түлік бояғыштары ие. Бұл химиялық жасанды заттектер немесе табиғи қосындылар. Олар азық-түлік тағамдарына түс береді, не болмаса оны қанық қылады. Осы көрсетілген бұл осы тағам өнімдеріне қосылатын бояғыштар. Мысал ретінде калий нитраты немесе нитриті ет және ет өнімдерін өңдеу кезінде қызғылт түсін сақтау үшін қолданады. Миоглобин қызыл бояғыш нитраттармен әрекеттескенде нитрозомиглобин түзеді. Ол ет өнімдеріне қызыл тұздалған ет түсін береді. Қайнатқанда өзгермейді. Тап осындай әсерге калий нитраты да ие. Ол микроағзалар бөлетін ферменттер көмегімен калий нитратына ауысады. Каротин өсімдік клеткаларының құрамында болатын сарғыш қызыл пигмент. Оны А провитамині деп атайды. Организмге ыдырап бөліну арқылы А витаминіне айналады. Каротин келесі өсімдіктердің құрамында көптеп кездеседі. Ананас, самырсын жаңғағы, қымыздық, көкпияз, желкен, шырғанақ, тәтті қызыл бұрыш, асқабақ, аскөк, қызанақ сияқты өсімдіктерде көп. Сол сияқты жануарлардың бауырында, көкбауырда, өсімдіктерде асбұршақта, шабдалда,
қауында, қарбызда болады. Қызғылт пигмент каротиннің слайдта міне түсті суреттері көрсетіліп тұр. Латын тілінен карота сәбіз және грек эйдес түр деген сөзден шыққан қызғылт және сарғыш түсті табиғи пигменттер тобы болады. Табиғатта ұсақ ағзалармен барлық өсімдіктерде түзіледі. Жарық сәулесін сіңіру арқылы фотосинтез процесіне қатысады. Жемістерге күзгі жапырақ түсіне рең береді. Адам ағзасына тағаммен түскен каротиноидтардан А витамині түзіледі. Мына слайдта осы каротиноидтардың, апокаротиноидтардың, ксантофильдердің жалпы химиялық формулаларының макеті көрсетілген. Б каротиноиды ол майда еритін витамин, өте жақсы антиоксидант болып табылады. Хинондар бұл фенолды қосылыстар, ол нафтохинондар мен антрохинондар. Олардың бояғыштар ретінде ализарин, кармин, куркумин, сол сияқты витамин В12 де осыған жатады. Куркумин E100 тағамдық қоспасы, тағам өнеркәсібінде рұқсат етілген табиғи бояғыш. Ол тағамға сары қызғылт сары түс береді, пайдалы қоспа ретінде саналады. Ол имбир өсімдігінің тұқымдастарынан алынады. Дәмі ашы, күйдіретін дәм береді, иісі камфорда. Камфорының иісін еске түсіреді. Ол суда ерімейді, тек қана спиртте ериді. Е120 тағамдық қоспасы, кармин, сыртқы түрі бойынша тағамдық қызыл күлгін түсті береді. Жарыққа, сілтілерге, қышқылдарға, сондай-ақ жоғары температураға төзімді бояғыш ретінде. Ол әртүрлі ортада түсті еркінді береді. Мысалы, pH 7-ге тең болғанда бейтарап ортада күлгін, қышқылдық ортада қызғылт сары, ал pH 5-5 болған жағдайда ортада қанық қызыл түс береді. Ет тағамдарының ішіне қоспасының адамдар карминді әлдеқашан қолдана бастаған. 10 ғасырда кілемдер, маталар, тоқыма жіптер, түрлі миниатюраларды кармин бояумен бояған. Ал қазіргі кезде көбінесе осы 120E бояғышы шұжықтарды, балықтарды, балық өнімдерін, сүт және кондитер өнімдерін бояуда көп синтетикалық күйде пайдаланады. Косметикада да және парфюмерия өндірісіне де кең қолданылатыны мына слайдтан көрініп тұр. Синтетикалық түстері. Карминнің жалпы адам ағзасына да өте көп мөлшерден қолданған кезде және синтетикалық түрі қолданған кезде адам ағзасына әсері бар. Ол тамақ өнімдерін технологиясын бұзбай жасалса, оларды қолданғаннан кейін жанама әсерлер байқалмайды. Яғни әрбір тағам өнімдерін жасау барысында химиктер міндетті түрде білу керек, ол стандартқа сай әр өнімді тағам өнімдерін дайындаған кезде сол талаптар сақталу қажет. Егер де сол талаптар сол шектеулі концентрациядан асып дайындалған болса, әрине, ол адамға зиянды әсерін береді. Қазіргі кезде көбіне осы тағамдарға қосылған түрлі бояғыш заттардың аллергиялық ауруды туғызатыны бәрімізге белгілі. Осы 120 тағамдық бояғыштың рұқсат етілген тәулік дозасы адамның 1 кг салмағына 5 мл-ден аспауы керек. Мына жерде бұл слайдта пиролдың циклды қосылыс, гетероциклды қосылыстар дегі парфенді қосылыстарының химиялық формулалары көрсетілген. Түрлі олардың өкілдері бар. Органикалық қосылыс өте кең табиғи қосылыстар химиясында синтезделіп өндірісте қолданылады. Меланин бұл да бояу пигменті. Адам ағзасындағы тері және адамның шашының түстері осы пигментке байланысты формуласы көрсетілген. Жоғарыда айтылған
барлық осы бояғыш пигменттердің, табиғи пигменттер болсын, синтетикалық пигменттер болсын, пигменттерді толықтай дәптерлеріңізге жазып, қосымша материал дайындап, практикалық сабаққа дайындалып келу қажет. Назарларыңызға рахмет.